Сәлем достар, сағат түнгі 2:19 өтті. Соған қарамастан, мен сіздерге мына ерекше смартфон туралы информация бергім келеді. Бұл Realme GT 5G деген смартфон. Маған Қытайдан келген болатын. Бұл Қытайға арналған версиясы. Алдымен комплектациясынан бастайын. Комплектісінде алдымен мынандай коробка. Оның ішін ашсақ, ішінде прозрачный чехол бар. Шыны керек, качествосы енді уақытша ұстай тұруға болады. 2 апта, 1 ай жаңадан жақсы чехол алам дегенше. Содан соң мына жерде кілті бар. Сим карта салатын жерді ашу үшін арналған. Так, мынаның ішінде бізде смартфон. Давайте алдымен смартфонды алайын. Так, мындай смартфон қоя тұрайын. Оның ішінде бізде мынандай блок питания. Бұл бізде 65 ваттқа. Ол деген сөз шартты сағаттап 100%-ке сотканың зарядын толтырады деген сөз. Примерно айтып жатырмын. Яғни өте мықты блок питания. USB Type-C деген сөз. Мынандай деген сөз. Кез келген жақпен сотканы зарядтай беруге болады. Қытайға арналған версиясында наушник комплектісінде болмайды. Так. Айтпақшы, мына блок питания переходник арқылы зарядтауға болады. Переходник арқылы өткен Қытайға арналған версиясы. Так, смартфонның өзіне келетін болсақ. Мынандай жазуы бар. Так, мына бетіне мен уже стекло жабыстырып қойғам, назар аудармаңыздар. Телефонның оң жағында кнопкасы бар, кнопка блокировки. Қысқаша айтып өтейін. Сол жағында наушники тығатын жері, содан соң микрофон, зарядка тығатын жері және динамики. Сол жағында дауысты, дыбысты көбейтіп азайтатын кнопкалары және сим карта салатын жері. Ал жоғарыда дополнительный микрофон. Артына келетін болсақ, бұның арты мынау пластмасса емес, противударное стекло. Камерасы үшеу. Ең басты камерасы 64 мегапикселға және вспышкасы 2. Телефонды қосып көрсетейін. Ойынға арналған смартфон бұл. Кез келген ойынды максимальный настройкада тартады. Так, экран сүріп жүрейін. Қосылам дегенше. Так, телефон қосылды, настройкасын тез көрсетіп шығайын. Қытайға арналған версиясы не дегенмен. Так, русский язык деген таңдаймыз. Мұнда екі не обязательно деген галочканы алып тастаған жөн болады. Следующее. Принимаю. Так, пропустить. Бұны не үшін көрсетіп жатырмын? Өйткені бұл Қытайға арналған версиясы. Яғни мұнда Google Play Market деген жоқ болады. YouTube жоқ болады. Сондықтан өздеріңіз установка қылу керек. Так, керек емес галочкаларды алып тастаймыз. Начало работы. Телефон қосылды. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай қытайша программалар көп. Олар Қазақстанда жұмыс жасамайды, сондықтан бүкілін өшіріп тастау керек. Ол үшін программаны жоғарыдан басып тұрамыз. Немесе былай істеуге болады.
екі саусақпен былай жасайсыз. Содан соң бүкілінің үстінен галочканы басып шығасыз. Яғни міне біреу, екі программалардың үстінен басып шығып жатырмын. Так, бүкілін таңдайын. Бұлардың программалар керек емес, өйткені Қазақстанда жұмыс жасамайды. Содан соң удалить деген басамыз. Так, удалить. Тағы керек еместерді таңдап шығамыз. Удалить. Так, бұны көрсетіп жатқан себебім, мен бұны сатып алған кезде, алдымен настройка жасаған кезде, видеоны әрең тапқам, қалай настройка жасау керек екенін. Мұнда енді Play Market YouTube жоқ. Оны скачать ету үшін браузерге кіреміз. Мұнда біз Wi-Fi-ға кіруіміз керек алдымен. Так, Wi-Fi-ға кірдім. Енді браузерге кіреміз. Поискқа. Так, поискқа Яндекс. .kz деп басамыз. Енді мұнда Play Market скачать дегенде басамыз. Содан соң мынандай жазып тұрады, Play Market бесплатно. Осы сайтқа кіреміз. Содан соң астына түсіріп. Так, міне, скачать деген табамыз. Содан соң версиясын таңдап, скачать дегенде басамыз да закрыть. Дәл мен жасап жатқан заттарды жасасаңыз, жаңылыспайсыз, бүкілі нормально болады, уайымдамаңыз. Так, содан соң мына жердегі кнопкаға басамыз. Загрузки. Не скачать етіліп жатыр. Досыма назар аудармаңыздар, өйткені мен қазір еңкейіп түсіріп жатырмын видеоны. Так, всегда разрешать. Қазір установка қыламыз. Play Market'ті установить деген бастым. Установка жасалынды. Открыть приложение. Здесь мұнда өзіңіздің аккаунтыңызға кіресіз. Логин и пароль жазып, Google аккаунт айтып тұрмын. Қазір мен кіріп алайын, содан соң сізге көрсетемін. Так, Google аккаунтқа кіріп жатырмын. Принять. Өзімнің атымнан кірдім. Так, енді бұл жерде бізде орысша клавиатура жоқ, сондықтан алдымен клавиатура скачать етіп алуымыз керек. Орысша. Ол үшін Google Keyboard деп жазу керек. Міне K деп жазған кезде уже бірінші шығып тұрады. Соған басамыз. Установить. Қазір установка жасалынады. Открыть. Так, енді мына инструкция бойынша включить настройку. На жерде переключательге басамыз. Содан соң активировать
выбрать способ. Осындай осыны таңдаймыз. Готово. Содан соң сразу қазақша тілін қосайық клавиатураға. Добавить клавиатуру дейміз. И казахский язык. Готово. Так, қазақ тілін таңдадық. Назад. Енді мұнда кез келген программаны алдымен көрсетіп өтейін. Так, міне Play Market осы ақылында. Мынау орысша клавиатура, орысша қазақша клавиатурасы. Кез келген программаны осы Play Market'тен басасыз. Мысалға міне кірдік, поискқа біз жазамыз. WhatsApp мысалға ең керекті программа. Енді кәдімгідей басқа смартфондағыдай установка жасай бересіз. Мына өзінің стандартный программалар Қытай тілінде. Сондықтан Play Market'ке браузер деп жазасыз, музыка деп жазасыз. Әртүрлі керекті программаларды жазасыз, видео деген сияқты. Содан соң настройкаға кіресіз. Приложение. Мына жерде приложение по умолчанию деп тұрады. Соған басасыз. Содан соң қараңыз. Мында сообщение, вызов, браузер, фото, снимки, музыка, видео деп тұр. Мысалға браузерді кіресіз, браузер. Мына өзінің стандартный емес. Астында сіз скачаттаған программаңыз тұрады, браузеріңіз. Соны таңдайсыз. Сол кезде өзіңіздің орысша браузеріңіз жұмыс істеп тұратын болады постоянно. Так. Программа жағын түсіндік. Play Market, Google, YouTube дегендерден. Енді бұл Realme GT ғой, смартфон. Ойынға арналған характеристикасына келетін болсақ, мына даже экраны размері 6,44 дюйм. Ол деген сөз. Смартфон енді өте қатты үлкен емес деген сөз. Енді ұстауға ыңғайлы. Менің қолым кішкентай, сондықтан менің қолымда бұл смартфон үлкен болып көрінеді. Қараңыз. 6,44 дюйм экран, Full HD және 120 Гц. 120 Гц дегенім, ол мынау анимация плавно жұмыс істейді деген сөз. Оны таңдау үшін 120 Гц настройкаға кіресіз. Содан соң экран яркость. Мұнда частота обновления экрана кірсеңіз, таңдауға болады. Высокая деген 120, стандартная 60. Менде автовыбор деген тұр. Высокая деген қойған дұрыс, өйткені анимация тез жұмыс істейді. Яғни мынау шығып кіргеніңіз былай бүгілі тез жұмыс істейтін болады. Бірақ сразу айтайын, 120 Гц-ке қойсаңыз, сотканың зарядкасы тез отыратын болады. Енді өз таңдауыңыз бойынша ғой. Так, экран туралы айттық. Камерасына келетін болсақ, основная камера. Мұнда жалпы 3 камера, оның ең бастысы 64 мегапиксель. Ол фотоға нормально түсіреді. Прям күшті деп айта алмаймын. Так, мысалға, алайық. Разрешить. Неке фотоға түсіремін. Основной камерасы фотоға жақсы түсіреді. Бірақ алдыңғы камерасы онша емес, енді не очень ашығын айтқанда түсірмей қойын даже. Өйткені енді түрім шаршаңқы болып тұр. Процессоры Snapdragon 888 деген процессор. Так, қазір. Так. Я процессор 888 деген процессор. Бұл ең мықты процессорлардың бірі болып табылады. Яғни, сіздің кез келген ойыныңызда бұл ең мықты настройкада тартып береді. PUBG болсын, GTA, Call of Duty, любой ойында ең мықты настройкада тартып береді. Көтереді. Содан соң оперативный память мұнда 8 гигабайт. Өзінің памяті 128 гигабайт.
мінекей 128 Snapdragon 888, оперативная память 8, және мында дополнительный 5 гигабайт таңдауға болады. Сол кезде телефон одан да тез жұмыс істейтін болады. Так, зарядкасын айттым. Бұның еще динамикасы 2 динамика. Яғни музыка, видео көрген кезде музыкаңыз астынан да шығады, жоғарыдан да шығады. Звугі мықты шығады, қатты, кәдімгідей громкости мықты болып шығады. Не айтсам болады. Енді телефон өте мықты телефон. Алсаңыз өкінбейсіз. Бірақ алсаңыз енді Қытайға арналған версия емес, Қазақстанға, Россияға арналған версияны алған дұрыс. Мен сияқты там Google аккаунт, там бүкіл настройка жасап жүрмеші, мына настройкаларды жасамау үшін. Мен бірісіне бастапқысын көрсетіп салдым. Ар жағы браузер, музыка, видеоға арналған программаларды өзіңіз скачаттап алуыңыз керек болады. Жалпы айтарым осы. Жақсы, сау болыңыздар.